Қайрат Сатыбалды, Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабек осы үшеуі бас біріктіріп жаңа партия аспақшы. Партия болғанда діни бағыттағы партия. Дегенмен жұртты бұлар ақмақ санай ма? Осындай партия діни тұрғыдағы партия деп ойламасын деп, оның бастаушысы ретінде бір сүйкімді қызды, мәліметтер бойынша ол қыз Тілеуханның туған қарындасы екен, соны қойыпты. Енді сол аталмыш партия хақ деп қойыпты өз атауларын. Өздеріне бөлек байрақ тігіпті. Сол байрағын Батухан Қарауыл өз постысына шығарып, бөстіп жазып қойыпты. Уа қазақ, әділдігін айтындаршы, мына туда кереге тұрма, кереге салдық дейді. Меніңше тор, не кісен суреті сияқты. Және реңкі Феруза көкшіл дейді. Ондай түсті реңкті білетін кім бар? Басында осылай жасыл еді, енді көкшілденіпті тулары. Осы хақ партияның адамдары мені парасатсыз, қазақ тілін білмейсің деп айыптап жатыр. Осы пост астына бірталай комментарий түсіпті. Сол комментарийлердің кейбірін оқып жіберейік. Гүлнара Шаншарова: ертең парламент тарқатылса, қайтадан депутаттар сайлануы керек. Бекболат енді депутаттыққа сайланбайды. Оның кім екенін жұрт енді білді. Сол үшін партия құрып, сол арқылы өтпекші. Оған жол бермеу керек. Егер бұл партия құрылса, Қазақстан зайырлы мемлекет емес, нағыз қайыршы мемлекет боламыз. Онсыз да 18 миллион қазақтың кем дегенде 5 миллионы арабизм, салафизм, далбаизм болып кеткен. Соларды кері қайтара алмай отырмыз. Бұл қазақ халқын шырмап, өз торына түсіретін партия болмағау. Оның айналасында сонында кімдер тұр? Осыған қатты мән беру керек. Жалаудың шетіне кереге түгелі ортасына шаңырақты қойса да, бұл қазақ үшін, мемлекет үшін аса қауіпті партия болмақ. Олар алдымен мәслихаттарға депутат сайлаудан бастамақ. Өйткені төменнен сананы уландыруды көздеп отыр. Міне қорқыныш қайда жатыр, деп Базаргүл Қалбыр жазады. Дариға Орынбасарова былай деп жазады: атақты салафилер Арабияның отары болғысы келеді. Өз ырықтары менен Қытайдың экспансиясын қолдайды. Адамдарды мешітте басқарып, туған родной патшаға қарсы шықпаңдар. Қытайдан қорықпай, Құдайдан қорқыңдар деп исламмен үрейлендіріп, араб аллахтарының тілімен үстемдік етуге құрылатын партия депті. Гүлнара Шаншарова былай дейді: жақында парламент сайлауы болады. Соған салафи депутаттарды сайлауға керек. Халқым әр қайынның ақылы бар, ой саналарын бар. Олай болса, мынау Тілеухан Тазабек туысы мынадай ұсқынсыз партия құрып, тамырларын тереңдетуде. Оларды қолдап отырған жоғарыда беделді жауыз күш бар. Жол бермеу, ең бастысы қолдамау керек, дейді Гүлі Масамбек. Кереге емес, мынауын темір тор ғой, дейді Нүсіпқожа Нөкеев. Бұл немене? Салафилердің енді туы шықты ма? Бұл қандай партия? Не Қазақстанда партия аз ба? Хақ деген не бұл?
қолданыстағы сөз емес қой, деп Гүлнар Шаншарова жазады. Хақ деген партия қашан құрылып еді? Тіркеуден өтті ме? Мынау туының түрі болса, қолың кісенде өзін малша тоғырлық орада қамауда боласын дегенде екен. Бетін аулақ, деп өз пікірін айтады әскер Жананбаев. Төреғали Қожабаев былай депті: олардың басшылары кім? Ислам діні бар, оның ұжымы бар, енді партияның неге керегі бар? Ислам діні ешқандай партияға бөлінбейді. Ол мұсылман халқымен бірге. Ешқандай партия керек емес. Бүйректен сирақ шығармай жөніне жүрсін.